Инстаграмдағы алаяқ 12-ші бөлім. Оның бағыт алған жері Маржанның офисі еді. Маржан орнында жоқ екен. Күзетші. Ол банкрот болып, арендасын төлей алмай, офисін жауып кеткен. Қазір қайда екенін білмеймін деді. Сымбат Маржанға хабарласты. Алло, Маржан? Иә, мен Сымбатпын. Есіңде бар ма, жоқ па? Қай Сымбат? Сенен оқып едім ғой. Иә, не керек? Сенімен кездескім келеді. Айтарым бар, деді Сымбат. Менің қазір уақытым жоқ, деді Маржан. Көп уақытында алмаймын, деді Сымбат. Маржан Сымбат өзінен кешірім сұрайды деп ойлады. Жарайды, кел деп үйінің адресін айтты. Сымбат су жаңа темір тұлпарымен Маржанның үйін әрең тапты. Қала шетіндегі ескі тамға әрең жетіп, адасып кетпедім бе? Маржан расымен осында тұра ма деп таң тамаша болды. Маржанды танымай қалды. Түрі қап-қара боп әбіржіп кеткен. Бұрынғы өзіне сенімді, қымбат киінетін келіншек жоқ. Үстінде май сіңген халат, аяғында ескі сүйретпе. Құдды өмір екеуін ауыстырып қойғандай. Бұрынғы Сымбаттың орнында Маржан, бұрынғы Маржанның орнында Сымбат тұр еді. Сымбатты көргенде Маржан өз көзіне өзі сенбей, сілейіп тұрып қалды. Иә, бұл мен саған келген себебім, рахмет айтайын деп едім. Егер сен сол кезде мені қиындықпен бетпе-бет қалдырмағаныңда, мен аяқтан нық тұрып, қазіргі Сымбат болмас едім. Мынау саған, деді де, Сымбат қолындағы қымбат гүл мен мерси шоколадын Маржанға ұсынды. Маржан: Сымбат, қалай бұлай болды? Қалайша осындай деңгейге жеттіңіз? Еңбекпен жеттім. Мен сізден кешірім сұраймын. Сол кезде қанша адамның ақысын жедім. 10 миллион теңге таптым. Бірақ сол 10 миллион судай ағып кетті. Алған пәтерім біреудің кепілге қойған пәтері болып шығып, соттасып жүріп, өзім әбден жүнжідім. Денсаулығым сыр беріп, бірнеше ай жатып қалдым. Отбасымнан айырылып, жалғыз ұлымды күйеуім алып кетті. Қазіргі күйім осы. Ескі үйде дымсыз қалдым. Бәрін саралап қарасам, адамдарды алдап тапқан ақшам желкемнен шығыпты. Расымен өмірде сиқырлы таяқша жоқ. Тек еңбекпен жетуге болатын біле тұрып, тез баюды көздеп, аңқау адамдарды қармаққа түсірдім. Қатты өкінемін. Қайтадан аяққа тұрғым келеді. Маған көмектесесіз бе? Мені жұмысқа аласыз ба, деді Маржан көзі мөлдіреп. Сымбат, қателігіңді түсінсең, шын тәубеңе келсең, адамнан емес, Алладан сұра. Бір алда жәрдемшің болсын. Маған сенің қызметің керек емес, жұмысшыларым толық. Адам керек кезде хабарласамын. Әзірге мынаны ал, деді де, Маржанның қолына бір уыс ақшаны ұстатты. Маржан жылап жіберді. Сымбат машинасына келіп отырып, ол да өкіріп жылады. Я Алла, қателестіріп отырып, мені ақ адал жолға, еңбек жолына түсіргеніңе мың тәуба. Шүкір, Алла, шүкір. Сынақ беріп сынадың. Сол кезде алаяқтық жолға түссем, қазіргі нәпақамен сүйіншілемес едің. Айнымайтын адал жолдан, қараң еңбектен қашпаймын. Тек менен теріс айнала көрме, Аллам. Мың тәубе бергеніңе, деді де, машинасын гүр етіп тұтатып, өзіне ескі тамның кір терезесінен сығалап тұрған Маржанға көз қиығын бір тастап, шаңдатып кете барды. Жеңіл ақшаға құмартып, бірді бірге соғып, аңқау елге арамза молда болып, қызметін сатып жүргендерге өмірде болған бұл оқиға сабақ болар бәлкім. Алла әділ таразы.